Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіз әлі еш жерде жеп көрмеген шақ балауын жасайтын боламыз. Бізге керегі сары май, ет, пияз, сары және қызыл сәбіз, күріш, барбарис және зира дәмдеуштерін қосатын боламыз. Ең алдымен пияз, сәбіз, еттерімізді турап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, майымыз қызығаннан кейін етімізді салып, қызартып, қуырып аламыз. Етіміз қызарғаннан кейін пиязымызды салып қуырамыз, сосын сәбізімізді саламыз. Міне біздің сәбізіміз қуырылды, енді горохты саламыз. Горохты алдын ала 2 сағат бұрын жылы суға жібітіп, бетін жауып қоямыз. Су құйып қайнатамыз. Суымыз қайнап, етіміз піскенше қамырды илейтін боламыз. 150 грамм қаймаққа 150 грамм ерітілген суыған сары майымызды саламыз. Разрыхлитель, шым-шым тұз және 2 жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз жұмсақ әдемі болып шықты. Енді осыны үлкен кіші бөлікке бөліп, пакетке салып демалдырамыз. Етіміз піскеннен кейін тұзын көріп күріш саламыз. Күріш батып тұрғанша су құямыз. Дәмдеуштерімізді саламыз. Егер сары түспегенін қаласаңыз, куркума салсаңыз болады. Және ортасына чеснок салып, бетін жауып пісіретін боламыз. Келесіде қамырын жаюға кірісеміз. Қамырымыз 20 минуттай демалды. Қамырдың үлкен бөлігін алып жаямыз. Сосын формаға орналастырамыз. Қамырдың кіші бөлігін жайып дайындап қоямыз. Міне біздің палауымыз пісті. Күрішті шикілеу қылып пісіреміз, өйткені пеште тағы да пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, етті беткі жағына қойып, осылай орналастырамыз. Қазыны мен бөлек пісіріп алдым. Егер қаласаңыздар, етпен бірге қосып пісірсеңіздер де болады. Қамырдың беткі бетін жайып дайындап қойдық. Енді бетін жауып, шетін өріп шығамыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Міне біздің шақ балауымыз пісті. Рецепт ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.